Пайғамбарлардың сипаттары. Пайғамбарлар да барлығымыз тәрізді кәдімгі қарапайым жандар. Олар да біз сияқты ішіп жеуге мұқтаж жаратылыс. Әрі басқалар секілді ауырады, дүние де салады. Оларда ешқандай тәңірлік сипат жоқ және оларға құлшылық етілмейді. Аллах тағала оларды күнәдан сақтаған. Оларға бүкіл әлемдердің Раббысынан өзгелердің маңдайына бұйырмаған уахи нәсіп болған. Аллах тағала Құран кәрімде: шынында мен де сендер сияқты адаммын. Маған құдайларыңның бірі ғана Құдай екендігі уахи етілуде деп айт деген. Олар Аллах тағала жүктеген міндетті жеткізу жолында барынша ауыртпалықтар мен қиындықтарға шыдап, үлкен сабырлылық көрсеткен. Мұның бірден бір айғағы ретінде Аллах тағаланың Мұхаммед елшілерден табандылыққа ие болғандар сабыр еткендей сабыр ет деген ұлы сөзін келтіруге болады. Пайғамбарлар тек ер адамдардан шықты. Аллах тағала: біз сенен бұрын да тек ер кісілерді жіберіп, оларға уахи еттік дейді. Олардың ешқайсысы ғайыпты білмепті. Пайғамбарлардың ең ұлысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам туралы Аллах тағала: Мұхаммед, мен өзім үшін Аллах қаламаса пайда да зиян да келтіру билігіне емеспін. Ерте ғайыпты білетін болғанымда жақсылықты көбейтіп алар едім, және маған ешбір жамандық тимес еді. Мен тек қана иман келтіретін, ел үшін ескертуші және қуанышты хабар жеткізушімін деп айт деп ескерткен. Демек бұдан ұғатынымыз, барлық үмбетке ескертуші пайғамбар келген. Себебі Аллах тағала ішінде ескертуші өтпеген ешбір халық жоқ деген. Пайғамбарлардың өзге адамдардан ерекшелігі. Оларға Аллах тағаланың адамзатқа арнаған жолдауларын жеткізу міндеті жүктелді. Екінші, Аллах тағала оларға бұл жолдауды періштелер арқылы жіберді, немесе тікелей дәнекерсіз тілдесті. Сондай-ақ олардың көрген түстері де уахи болып табылады. Үшінші, Аллах тағала оларды күнәлардан сақтаған. Төртінші, Аллах тағала оларды мұғжиза кереметтермен қуаттады. Бесінші, Аллах тағала олардың дұға тілектерін қабыл еткен. Алтыншы, олардың жандары өздерінің рұқсатымен алынған. Жетінші, олар жан тапсырған орындарына жерленген. Пайғамбарларға берілген мұғжизалар. Мұғжиза Аллах тағалаға тек пайғамбарларына берген, басқа адамдардың қолдарынан келмейтін ерекше іс-әрекеттер. Адамдардың пайғамбарларды жалғаншылардан ажырату үшін олардың әрқайсысына өзіне тән мұғжизамен жіберілген. Мәселен, Самуд еліне жартас жарылып, одан түйе шыққан. Мұсаның алейхиссалам аса таяғы жыланға айналған. Исаның алейхиссалам адамдарға үйлерінде не жеп, нені сақтап қоятынын хабарлайтын, өлікті тірілтетін мұғжизалары болған. Мұғжизаның өзіндік шарттары бар. Ол табиғи заңдылықтарға бағынбайтын әдеттен тыс құбылыс. Сондай-ақ пайғамбар мұғжизасының ұқсасын келтіруде басқаларды бәсекеге шақыра алуы және қарсы жақтың қойған талабына сай болуы қажет. Бұған мысал ретінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айды екіге бөлуі оқиғасын айтуға болады. Пайғамбарлардың жіберілуіндегі даналық. Бірінші, пайғамбарларды Аллах тағала адамдарды шынайы ғибадатқа лайықты жаратушысымен таныстырып, ешқандай серігі жоқ жалғыз Аллахқа құлшылық етуге шақыру үшін жіберді. Оларға адамзатты жәннатпен сүйіншілеп, тозақтан сақтандыру іспетті асыл міндеттер жүктелді. Үшінші, оларды адамдарға дұрыс құлшылық пен жақсы мінез-құлықта неге болу үшін жіберді. Пайғамбарлардың міндеттері: адамдарды дұрыс наным мен бүкіл әлемдердің Раббысына шынайы ғибадат етуге шақырумен қоса, Аллах елшілерінің қоғамдық, саяси және экономикалық міндеттері де болды. Мысалы, Мұса алейхиссалам перғауынның жауыздығы мен оның Исраил ұрпақтарына көрсеткен зұлымдығымен күресті. Лут алейхиссалам қоғамдық әлеуметтік азғындықпен күресті. Шуғайб алейхиссалам қоғамдағы экономикалық ауытқуларды шешті. Сондай-ақ барлық пайғамбарлар да дін және сенім мәселесінен тыс қоғамдық өмірдің түйткілдеріне араласты. Бұларды жүйелеп бір ізге түсіру де пайғамбарлардың міндеттеріне кірді. Елші мен пайғамбарлардың айырмашылығы. Әрбір елші пайғамбар, ал әрбір пайғамбар елші емес. Елшіге жаңа шариғат уахи етіліп, соны халыққа жеткізу тапсырылған. Ал пайғамбар болса, өзінен алдыңғы елшінің шариғатын жалғастырушы.
Елшінің дәрежесі пайғамбардың дәрежесінен артық болып табылады. Елші араб тілінде расул, ал пайғамбарды нәби деп атайды. Елші мен пайғамбарға ортақ міндет Аллахтың шариғатын халыққа жеткізу. Пайғамбарлардың қиссалары жайлы. Аллах тағала бізге өзінің қасиетті кітабында пайғамбарлар туралы көп оқиғаларды баян еткен. Олардың біразы толықтай, ал кейбірі ықшам әрі қысқа түрде әңгімеленеді. Аллах тағала Құранда пайғамбарлар қиссасын көп орында баяндауының себебін Мұхаммед, саған елшілердің хабарларын көңіліңді орнықтыру үшін баян етеміз. Осыдан саған ақиқат және мүміндер үшін бір насихат пен ғибрат келді деп түсіндірген. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен оған ілескен мүміндердің көңілін орнықтыруға, әрбір оқиғаны ақыл таразысына салып, сол әңгімелерден ғибрат алуларына, адамдар арасында талас тудырып келе жатқан тарихи қателіктерді көрсетуге, соларды түзетуге, адамдарға ақиқатты таныту мақсатына бағытталған. Сондай-ақ кейінгі буындағы мүміндерге насихат пен рухани жәдігер ретінде келтірілген. Аллах тағала әрине олардың, яғни пайғамбарлардың қиссаларында ақыл иелері үшін өнеге бар. Құран бір жасанды сөз емес, бірақ ол өзінен бұрынғы кітаптарды растаушы, әр нәрсені жеке түсіндіруші және иман келтірген ел үшін тура жол әрі мейірім деді. Аллах тағала адам баласы жаратылғаннан бері өте көп пайғамбарларды жіберді. Елшілер мен пайғамбарлар үздіксіз бірінің артынан бірі келіп отырды. Тіпті Исраил ұрпақтарында бір пайғамбар дүниеден өтсе, артынан басқа біреуі келіп тұрған. Адамзат тура жолдан ауытқыған сайын, Аллах тағала оларды адасудан құтқарып, тура ақиқат жолына бағыттау үшін кейде бір мезгілде 3-4 пайғамбар мен елші жіберді. Олар қауымдарын Аллахқа шақыру жолында көп қиындықтар көрді. Бірақ күш қайрат жұмсап, өз жолдауларын Аллахтың әміріне сәйкес жеткізу үшін шыдамдылық көрсетті. Олардың келгендері хақ, әрі олар адамзат үшін аса қажет болды. Өйткені Аллах тағала қиямет күні адамдар өзіне біздің бұдан хабарымыз жоқ еді деп айтпаулары үшін оларды ескертушісіз қалдырмаған. Бұл қиссалар өзінің ақиқаттығымен ерекшеленеді. Олар қиял туындысы емес, әрі оқиғалар шынымен жер бетінде орын алған. Адамзат әрқилы тарихи кезеңдерде оларды бастарынан өткерген. Сондай-ақ бұл қиссалар өзінің маңыздылығымен, ғибраттылығымен, уақыт өткізуге арналған хикаялар еместігімен де ерекшеленеді. Қиссаларда біз тура жолмен жүріп, пайғамбарларға еруіміз үшін және алдыңғы пайғамбарлардың үмбеттері жіберген қателіктерді қайталамауымыз үшін терең мағыналар мен өнеге ғибраттар қамтылған. Егер біз ондағы оқиғаларға ой жүгіртсек, пайғамбарлар төңірегінде сөз қозғайтын қиссалардың адамзат тарихының белқазығы екенін түсінеміз. Рас, адамзат тарихында және оның сілемін өзгертуде талай патшалар мен қолбасшылардың өзіндік орындары бар. Бірақ адамзат тарихы іргетасының қалануында елшілер мен пайғамбарлардың рөлі және олардың қалдырған іздері әлде қайда зор. Пайғамбарлар тарихына хабарсыз жан адамзат тарихына да тереңдеп еніп түсіне алмайды. Осы күнге дейін бұл әлемде жалғасып келе жатқан нәрсе ол жалған мен ақиқат арасындағы және пайғамбарлардың ізбасарлары мен олардың дұшпандары арасындағы күрес. Сондай-ақ пайғамбарлар қиссасын білмеген Құранды да дұрыс ұға алмайды. Өйткені Құранда пайғамбарлар туралы әңгімелейтін қаншама аяттар бар. Егер оқиғаның барысын білмесең, мағынасын ұғуда көптеген қателіктер жіберуі мүмкін. Құранда Адам алейхиссалам қанша рет айтылады? Нұх пайғамбар алейхиссалам ше? Ал Исраил ұрпақтары және Перғауынға қатысты оқиғаларға неше рет тоқталған. Мұсаның қиссасы Құранда 70-тен астам орында әңгіме етілген, ал олардың әрқайсысы бірнеше аяттарды қамтыған. Сондай-ақ қанша сүре пайғамбарлардың атымен аталған. Міне, осылай пайғамбарлар қиссасын білмеген кісі Құранның басым бөлігінің мағынасынан тыс қалып қояды. Ислам ғұламаларының пікірінше, пайғамбарлар қиссасы Құранның 1/3 бөлігін құрайды. Сонымен қатар біз бұл қиссаларды Аллахқа шақыру жолындағы дағуат әдісін үйрену мақсатында ұсынамыз. Әлбетте, біз әрдайым ізгілікке шақырып, жамандықтан жеріндіретін Аллахтың ақ, адал дініне шақырушылар қатарында болуды қалаймыз. Бұл жолда бізге ұстанатын бір үлгі өнеге қажет.
Әрине, ең үлкен өнеге ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болып табылады. Аллах тағала расында сендер үшін Аллах елшісінде көркем өнеге бар деген. Ал пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам соң өнеге тұтатын адамдар басқа елшілер мен пайғамбарлар. Оларға да Аллахтың мейірімі мен шапағаты болғай. Әрине, біз үшін үлкен сахабалар мен ізгі адамдар да үлгі, өнеге болып табылады. Бірақ олар пайғамбарлар мен елшілерден кейінгі сатыда тұрады. Ұлы сахабалардың дәрежесі қаншама биік болса да, олардың мәртебесі пайғамбарларға жетпейді. Сонымен пайғамбарлардың қиссасы біздерге Құран мен пайғамбарымыздың хадистер жинағы және көне тарихи кітаптар арқылы жетті. Біз бұл еңбегімізде Ибн Касирдің Қиссасул Әнбия және Әл-Бидая уәл Нихая кітаптарын пайдаландық. Бұл қиссаларды әңгімелеуде төмендегідей ұстанымдарды басшылыққа алуды жөн көрдік. Бірінші, бір пайғамбардың қиссасына қатысты аяттарды сол пайғамбардың өмір баянына қарай реттеуге тырыстық. Екінші, хадистерді қайнар көзіне тексеріп, барынша сахих хадистерге сүйеніп, әлсіз хадистерді мүмкіндігінше келтірмеуге күш салдық. Кейбір көлемді хадистерді сөзбе-сөз емес, оқырманға ұғынықты, жеңіл болу үшін мағыналық түсіндірмесі арқылы тәржімеледік. Үшінші, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Исраил ұрпақтарынан тарихи деректерді әңгімелей беріңдер, бірақ өтірікке де шығармаңдар, шындыққа да баламаңдар деген хадисіне жүгініп, Ибн Аббас сияқты үлкен тәпсіршілердің исраильдіктерден келтірген мәліметтерін қосымша пайда алу үшін келтірдік. Төртінші, әр қиссадан кейін өнеге алар іс-әрекеттерді мүмкіндігінше атап көрсеттік. Бесінші, пайғамбарымыз Мұхаммед аталған кезде әрбір мұсылман саллаллаху алейхи уассалам оған Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын деп тілек дұға айтуы керек. Пайғамбарлардың бірінің есімі аталғанда алейхиссалам оған сәлем болсын деген тілек дұға айтылуы тиіс. Елшілердің аттары көп кездесетіндіктен әр қиссаның басында және тақырыпшаларда ғана оларға тілек дұға жазып, олардың мәтінде кездесетін есімдеріне дұға айтуды оқырманның еншісіне қалдырамыз. Аллах тағала бізге пайғамбарлар тарихынан өнеге алуды және соған лайықты өмір сүруді жазсын.